Жолбарыс пен қоян ертегісі. Ертеде, қалың орманның дәл төрінде жолбарыс патша өмір сүріпті. Алып айбарлы, қаһарлы жолбарыс көрген аңын тарпа бас салып жей беретін болған. Содан орман тыныштықтан айырылып, үреймен күн кешіпті. Барлық аңдар жиналып, кеңес құрады. Бұлай өмір сүре алмаймыз, бір амал табайық дейді. Ұзақ ақылдасқаннан кейін, елшілікке Тауешкі барсын деп шешім қабылдайды. Қорықса да Тауешкі жолбарысқа барып, орман аңдарының арызын жеткізеді. Патшамыздың өзі азық іздеп қиналып жүр екен. Бұдан бұлай тамақты біз әкеп берейік дейді Тауешкі. Жолбарыс бұл ұсынысты мақұлдап, аңдар кезекпен оған азық тасып тұратын болыпты. Күндер өтеді. Бір күні кезек ақсақ қоянға келеді. Қоян қатты қорқып, қалай құтылсам екен деп ойға қалады. Сөйтіп сәл кешігіп жетеді. Неге сонша кешіктің? Деп жолбарыс ақырады. Қоян болса демігіп тұрып, тақсыр, сізге азық жетпес деп, өзіммен бірге бір туысымды ертіп келе жатыр едім. Бірақ жолды жапқан сіз секілді бір жолбарыс оны жем қылды. Мен әрең қашып құтылдым, дейді. Мұны естіген жолбарыс ашуға булығып, көрсет ол жолбарысты. Қазір-ақ жазасын берем, дейді. Қоянның күткені де осы еді. Ол жолбарысты ертіп алып, орманның қалың жеріндегі ескі құдыққа келеді. Міне, тақсыр, әлгі жолбарыс осы жерде тұрады, дейді. Жолбарыс құдыққа үңілгенде судың бетінен өз бейнесін көреді. Бірақ оны басқа жолбарыс деп ойлап, сен кімсің, деп айқайлайды. Ашуға булыққан жолбарыс әлгі жолбарысты ұстаймын деп құдыққа секіріп кетеді. Осылайша ақылда ақсақ қоянның тапқырлығының арқасында орман халқы жолбарыстың қаһарынан құтылып, қайтадан бейбіт өмір сүрген екен.